Хайырлы берекелі сапардан болғай. Бұйырса осы міне Байтоғас ауылы бүкіл Шығыс Қазақстанға, бүкіл Қазақстанға үлгі болатын ауыл. Өзі кішкентай ауыл, мына көлдің, Зайсан көлдің жағасында тұрған балықшылар ауылы. Алланың қалауымен осында азаматтардың былай айтқанда иманның күшімен, білімдерімен қазір осы ауылда бірде-бір дүкенде арақ сатылмайды. Өздері де арақ ішпейді. Міне ұрпағы үшін алаңдайтын негізі халық осындай болады. Біз өтеміз, кетеміз. Артымыздан келе жатқан ұрпақ мынау арам суды ішпек түгілі білмей өту керек қой. Білмей өсу керек. Сондықтан да бұл үндеуді барша ауылдарға айтып отырмыз. Бұл енді үлгі, осындай берекелі иманға толы ауылдарымыз көп болсын. Осы қасиетті Рамазан айы құт берекесімен келсін. Баршамызды осы Алланың 5 парызының бірі ораза тұтуды осы айда Алланың бұйрығын бұлжытпай орындап шығуымызды Алла тағала бізге нәсіп етсін, күш қуат берсін. Иманды азаматтарымыз көп болсын, ұрпақтарымызға салихалы, иманды ғұмыр нәсіп етсін. Бісміллә сөздің бастауы, жаратқан Раббым бір Алла, пайғамбарым Мұхаммед асылы сөздің Құранда. О бастан дінім ислам, шүкірлік саған мың Алла. Мойнымда бар 5 парыз, ойымнан әсте шығарма. Маңдайда тағдыр жазулы, қандайда жазмыш тұралда. Иығымда қос періште, жақсы да жаман ізімді саралап жазып жүр олда. Разылық үшін Раббымның, азығы үшін халқымның, дінімнен өлең бастадым тіліммен қайрат қыларға. Бұл жалғанда не жақсы, хайыпқа сенген көз жақсы. Есепсіз шашқан байлықтан етекті жапқан бөз жақсы. Зікірмен таңын атырып, шүкірмен күнін батырып, халқыңа тиіп пайда сай, артыңа қалса сөз жақсы. Заманда заман бұл заман, пенденің пейілін ұрлаған. Біреудің тауын шақтырып, біреудің нанын тарттырып, диірменнің тасындай замана мынау зырлаған. Патшада өттай өмірден, салдырған сарай ділдадан. Қашшада өтті өмірден, өзегін өксік тырнаған. Байларда өттай өмірден, қолының кірін бұлдаған. Пайғамбар өтті өмірден, көңілін хақтан бұрмаған. Жан біткенге үлгі боп, жәндікке залал қылмаған. Солардан қалған 5 күнде ешкімде мәңгі тұрмаған. Сынаптай сырғақ уақыттай сыналып жатыр күл адам. Нәпсімен иман айқасып, жақсымен қатар жүр жаман. Бүгін ауылдарыңызға келіп қалдық, мен білесіздер, Азар мешітінен айып имам яғни. Зайсанның жамағаты қариып ауылдарымыз келіп жатыр. Бүгін Арақтан ауыл деп сіздер қуанып жатырмыз. Осы Қазақстан бойынша үлгі тұтатын ауылға Байтоғас ауылы. Сондай нелердің барлығы ешқандай харам сөз тойларыңыздың жиындарын бәрі мысалы кезінде мысалы болды ғой, енді білместікпен істеген күн аналатыла кешіреді, кезінде бәрінде болса харам нәрсе болды. Қазір бәрі арақтан тиіліп, қандай берекелі ауыл, өзіміз қуанамыз. Жүрген жеріміз осы Байтоғас ауылын үлгі етіп айтып жүрміз. Бұндай берекелі ауыл деп осы ауылдан үлгі алайық баршамыз деп. Кешеде біздің Ағажар ауылында сол дүкендерді аралап осы
насихат жұмыстарын жүргізіп, жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю ғой бізге, мысалы соны айтып, арақтың харам екендігін, жаңа Маида сүресінде арақтың харам екендігі айтылған ғой, Маида Құранда, Маида сүресінде. Сондықтан сіздерге Алла риза болсын, міне осы халал кәсіптеріңіз Алла тағала берекесін берсін. Осылай міне мысалы аз да болса сол ақшада береке болады дейді ғой. Мысалы харам нәрсенің көп ақша түсуі мүмкін, бірақ ол нәрседе харам нәрсенің ақшасына береке болмайды деген. Солай ғой. Онда береке болмайды дейді. Қалай кетеді, солай кетеді деген. Сондықтан аз да болса бір осы берекелі тапқан табыстарыңыз Алла тағала осы саудаларыңызға берекесін берсін иншалла. Ұрпақтарыңыз аман есен болсын да осы оразамен сіздерді құттықтаймыз. Сондықтан міне алғыс хат, сіздерге алғыс хат Ермек Қажы Мұқатайұлы, Өскемен өңірінің өкіл имамы Ермек Қажы Мұқатайұлының атынан сіздерге міне алғыс хат жазған. Сол алғыс хатты сіздерге тапсырамыз. Құрметті Асаубаева Мария, осы шынайы ниетіңізбен асыл дініміз исламның осы құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын дейді. Сіздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңіз үлкен көмек болумен қатар басқаларға да үлгі боларлық ибадатты іс деп бағалаймын. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін дейді. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін. Шығыс Қазақстан облысының өкіл имамы Ермек Қажы Мұқатай. Сондықтан Алла риза болсын сізге. Міне алғыс хатты сізге тапсырамыз. Қоясыз, иә, міне басқаларға үлгі. Енді Пайғамбар Асасанның Мінсіз Мұхаммед деген кітап, өте жақсы оқыңыз осы кітапты. Рамазанға қатысты 200 сұрақ дейтін бәрі жазған ішінде. Осы өзіңізге міне оқып, оразаңыз қабыл болсын, міне саудаңызға Алла тағала берекесін берсін. Керемет. Иншалла. Енді бір ауыз сөзімді айтайын. Негізінде бұл енді өзіміздің жамағат дейміз, ауылдың ер азаматтары дейміз. Азамат бар, жігер бар, Серік деген өзімнің бауырым бар. Маған келді. Апай, осылай, сіз арақ сатуға келісіміңізді берсеңіз деп. Соңын мен оларға айттым, енді мен үйде отбасым бар, отағам бар, ақылдасайын. 1-4 күннен кейін келіңдер. Сол кезде мен жауабымды берейін дедім. Олар 3-4 күннен кейін келді, жауабымызды бердік, отбасымызбен бір ауыздан осы арақты сатпайтын болдық. Негізінде арақты мен өзім, мына жерге өзі түгелде самсап қойып қоятын. Бірақ мен енді өкімет тарапынан өзім рұқсат қағазым болып сатқан адамның бірімін. Содан кейін енді ауылдың енді сондай азаматтар келіп айтып тұрғаннан кейін менен қалай келіспеймін. Бір жағынан бұл жігіттерге үлкен рахметімді айтам. Неге? Себебі ұйқым тыныш. Күн демей, түн демей есігімізді тоқылдатып, мазамызды алатын. Әмбе және де бұл тентек бір суды ішіп алғаннан кейін әрбір отбасында да болмаса да біраз семьяларда реніш болып кетеді. Соған біз себепші боламыз ғой дедік те бір жағынан қойдық. Қазір ұйқым тыныш, ешқандай уайым қайғым жоқ. Осы балалардың маған келгеніне өзіне рахмет айтам. Керемет жақсы. Енді амызда Бақандай Пәленбай дүкеніміз бар. Бәріміз бір кісіде арақ сатпаймыз. Енді басқа ауылдарға айтарым. Ауылдың енді үлкен азаматтары бар, ақсақалдары бар, жамағаты бар. Барып сөйлессе, мен сияқты қоятын адамдарда болатын шығар. Табылатын шығар деп ойлаймын енді. Сондықтан барлықтарыңызға, бастарыңызға амандық тілеймін. Дендеріңізге саулық болсын, береке бірлік болсын. Аспанымыз ашық болсын, елдеріңіз тыныштықта болсын. Көңілдеріңіз берекеден таусылмасын. Жақсылық жолымен болсын, бақыт бағымен болсын. Әрбір жанұяға осы жұғысты болсын. Алламның берері таусылмасын. Осы ниет етіп отырған 30 күн оразаларыңыз қабыл болсын. Мен енді осындай Пәленбай жасқа, Пәленбай енді марапатты бұйырған алып жатырмын. Мұна марапат маған ерекше, өмірімде бірінші рет алып тұрмын. Енді сіздерге уақыт тауып біздің ауылымызға келіп, осындай мұна керемет алғыс хатты беріп жатқан сіздерге үлкен рахметімді айтамын.
келе жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет. Бұл енді үйінің төрінде болады. Алла берекесін берсін, кәсібіңізге береке берсін Алла тағала. Алла берекелеріңіз артсын. Бүкіл нәрсені ұйымдастырып. Барлық жамашылықтың харам дейді ғой, арақ дейді ғой, ол харамнан басталып барлығы мысалы арақ атадан қалған ас емес деп ата-анамыз айтады. Сондықтан да сіздерге Алла риза болсын, тек қана адал нәрсе сатасыздар бұл жерде. Сондықтан ол адал тұрған жерде Алланың берекесі болады мысалы, солай ғой мысалы. Харам тұрған жерде ол Алла шайтан жоқ жерде, харам тұрған жерде. Сондықтан сізге Алла риза болсын. Амин, амин. Рамазаныңыз аман болсын. Амин, амин. Алла берекесін берсін Алла. Алдарыңызға келіп қалдық, бейбіт ағамыз бар, имамдарыңыз бар, жігер бауырымыз, азамат бауырымыз, осы ауылда қызмет жасап, бар білгендерін осы жамағаттарға, халыққа үйретіп, ауылдарыңызға қандай берекелі ауыл. Жүрген жеріміз осы бос Байтоғас ауылын айтып жүрміз, мақтап осы берекелі ауыл, сонда ешқандай жерде харам нәрсе сатылмайды, тойын жиындардың бәрі арақсыз өтеді деп сондай мақтан тұтатын ауыл сіздердің ауылдарыңыз. Ешкі ағамыз өзіміздің ағамыз, бейсуат намазда кезінде мысалы енді Алла осы өткен күнәларды кешеді ғой, кезінде кімде қандай күнә болмады. Алла Тағала барлық күнәларды кешеді. Сондықтан енді сіздерге мына Өскемен өңірінің өкіл имамы білесіздер, Ермек Қажы Мұқатай қажының атынан сізге бір алғыс хат берген. Соны сіздерге оқып берген. Алғыс хат құрметті Тоқтағұлов Тұрсынғали. Шынайы ниетіңізбен асыл дініміз исламның осы құндылықтарын насихаттау үстінде барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын дейді. Біздің осы дініміздің қызметіне қосқан үлесіңізге үлкен көмек болмен қатар басқаларға да үлгі боларлық ғибратты іс деп бағалаймын. Ұлы жатушы отбасыңызға жақсылық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін дейді. Шығыс Қазақстан облысының өкіл имамы Ермек Қажы Мұқатай. Осы кісі сізге алғыс хат берген, осы алғыс хатқа сізге беремін. Сондықтан Алла риза болсын сіздерге, осы кәсіптерің Алла берекесін берсін. Ол арақты енді өте білесіздер ғой, күнәсін енді өте жаңағы атадан қалған ас емес дейді арақты. Барлық жамашылықтың кілті осы арақ деген харам деген. Сондықтан ол арақ тұрған жерде береке болмайды. Ол жерге Алла сақтасын. Он түрлі адам қаланына лағнет болсын деген. Соны бір жаңа сататындар, ішетіндер, құйып берушілер, тасушылар, саушылар дейтін. Он түрлі адамға Алланың лағнеті болсын деген. Сондықтан бұл харам нәрсемен осыған үлес қосқандарыңызға Алла риза болсын, иншалла. Имамдарыңызға, осы кісілер барлығына, бейбіт ағамыздар баршасына Алла риза болсын. Сондықтан алғыс хатты сіздерге табыс етеміз. Алла риза болсын сіздерге. Сіздерге Рамазан айы келе жатыр. Ертең Рамазан айы басталады. Соған жайлы 2-3 сұрақ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи кітабы өмір баяны осыны оқыңыздар. Келіп жеткен биылға аналар мерекесі құтты болсын. Енді міне бүгінгі түні Рамазан айы міне басталды. Рамазан жаңағы ауыз бекітуге кіргелі отырмыз. Енді барлығын Алладан сауабы болсын. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Енді бұл кісіні сіздер білесіздер. Енді адамның баласына кішкентай қиянат жасап көрген жоқ. Енді өзі біраз жұмыстармен белгілі себептермен үйде болмай қалды. Сондықтан да енді отағасының жаңа марапаттап жатқандарыңызға рахмет. Сіздердің де жанұяларыңызға бақыт, отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Енді ауылымыз Байтоғас ауылы киелі ауыл, берекелі ауыл. Сондықтан да өзімізде осы шаңырақ құрғанымызға 40 жыл болып қапты, 39 жыл болды. Енді міне осы мен танып, білгелі, жерін жерлеп, суын сулап осы Байтоғаста өмір сүріп келе жатқанымызға 40 жылдың жүзі болды. Енді мектепте мұғалім болып істеймін. Бір жағынан жаңағы осы кәсіпкерлікті міне біраз жылдан бері қолға алып келе жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Тұрсынғали отағасы
өзі шаруашылықпен айналысады, шаруа қожалығы бар. Әрқашанда халыққа көмегін жасап отырсам деген ниетте болады. Ниеті түзу. 2000 жылдан бері ауыл мешіті ашылған. Өздеріңіз Байтоғас ауылы 5 саусақтай біледі, өздеріңіз ішінде басы қасында болғансыздар. Сондықтан енді осы кісінің Алла тағала жаңағы тұтып жатқан оразасын жаңағы тамыз айында сол семьямызбен, жанұямызбен осы 60 жасқа толып балалары жаңағы Меккеге сертификат сыйлаған болатын. Осы Мекке қаласына барып зиярат етіп келдік. Мұхаммед пайғамбар атамыздың басына барып, енді міне барлық қабыл болып, енді істері берекелі болып жатыр деп есептеймін. Алла тағалаға сансыз шүкір. Сондықтан да Аллаға ризамыз, бала-шағаларымыз аман есен. Сондықтан да әлде де қайырымдылық істерден қол үзбейді. Сондықтан жаңағы ауылымызға береке бірлік, жұртымызға амандық тілеймін. Енді ішімдіктен жаңағы арылғанымызға бізге 7-8 жылдың жүзі болып қалды десек те болады. Өйткені мешіт ашылғаннан бастап ауылымыз 25-30 адам, 30-дан 40-50 адамға дейін даже осы уақытқа дейін барлығы жаңағы имандылыққа бет бұрған адамдар ауылда жас кәрісіне дейін жаңағы денсаулық келетін адамдар ораза тұтып тұрады. Енді намазхандардың саны да біршама артты. Сондықтан да Алла қаласа енді осы оразамызға аман есен кіріп, бір айдың жүзінде жаңағы Алла тағалаға құлшылық етіп, иман келтіріп, осы оразамызды дұрыс қабылдауды нәсіп етсін деп ойлаймын. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Жаңа келіп, үйге болса да марапаттап жатқандарыңызға рахмет. Алғысымыз шексіз. Отбасының атынан сіздерге рахметімді айтамын. Арақтан ада ауыл деп қуанып, барлық жерде осы сіздерді айтып жүреміз, Байтоғас ауылын сіздерді. Міне қандай жақсы ниет, ешқандай харам нәрсе жоқ. Сондықтан осы Алла тағала сізге берекесін берсін деп, міне ауылдарыңызға келіп қалдық. Міне имамдарыңызға, міне азамат бауырымызға баршасына Алла риза болсын. Және осы істерге мына өкіл имамымыз бар, Өскеменде өкіл имам Ермек қажы сізге бір алғыс хат берген. Оны табыс ету үшін келіп қалдық ауылдарыңызға. Құрметті Әбжекенов Бексолат, сіз шынайы ниетіңізбен асыл дініміз исламның осы құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын. Сіздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңіз үлкен көмек болумен қатар, басқаларға да үлгі боларлық ғибратты іс деп бағалаймын дейді. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін деп өкіл имамымыздың сізге алғыс хаты. Сондықтан қабылдаңыз осы алғыс хатты. Міне Алла саудыңызға береке берсін. Міне ауылдың болашақ жастар үшін. Амин. 4 жылға кеттім, мәнезін ашқан. Қарызға береді, қарыздың жағдайына қойды. Қарызға берген жақсы қойып жүр. Қарызға миллиондап қарызға береді. Қаншама өсіріп отырсың, ұлдарың қиянат болмасын. Міне, қандай жақсы. Алла риза болсын сізге. Рахмет olsun. Сізге берекесін берсін. Рамазан айы келеді, ертең Рамазан айы. Оразаңыз қабыл болсын. Рамазан айында ұстайтын оразаңыз иншалла. Рамазанға месін жете берейік. Алла сауаптан жасылар. Енді ауылдарыңызға келіп қалдық. Қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айының қарсаңында сол ауылдарыңызға келіп берекелі ауыл екеніне қуанып жатырмыз. Байтоғас ауылы ешқандай харам сатылмайды. Басқалар ауылдарға да үлгі болсын дейді. Міне осындай видео бар жылда жерге тарайтын болады бүкіл Қазақстан ауылдарында. Осы Қазақстан бойынша міне санаулы ауылдар бар жаңағы. Мүлде ауылдарда харам сатпайтын сондай. Сіздер соған үлес қосып отырсыздар. Берекелі мына
адал сауда, осыған берекесін берсін Алла Тағала. Арақ атадан қалған ас емес деген жаңа ата бабамыз айтты ғой жаңа. Пайғамбар осы барлық жамашылық арақ деген. Сондықтан осы сіздерге Алла риза болсын. Достарыңызға ескеріп, міне өкіл имам Қазақстан облысының өкіл имамы Ермек Қажы Мұқатайұлы сіздерге бір алғыс хат берген, сол алғыс хатты оқып сізге табыс етемін. Сондықтан Алла риза болсын сіздерге. Құрметті Қамзина Игүл дейді, осы шынайы ниетіңізбен осы асыл дініміз исламның құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге, зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын дейді. Сіздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңізге үлкен көмек болумен қатар, басқаларға да үлгі боларлық ғибратты іс деп бағалаймын. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, зор ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін. Сондықтан Алла риза болсын сізге. Сол өкіл имамымыздың алғыс хатын сізге табыстаймыз. Алла берекесін берсін саудаңызға. Рахмет. Болашақта ұрпақтарымыз осы иманды болсын. Амин. Алланың жолында жүрсін деп тілеймін. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Еңбегімізде деп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Амин айтсын. Рахмет сізге. Өзіңізден Алла разы болсын. Кешқан Рамазан айы мөрәк болсын. Міне Рамазан айы. Алла сізге Ал енді әншің жырлайды, әзілдейді шыңдайды. Бесіктегі балада әнді салсаң тыңдайды. Өмірге құштар құмырсқа күн батқанша тынбайды. Осының бәрі бір мысал, адамды еңбек шыңдайды. Жүз жақсыны бір жаман, арам болса былғайды. Ары таза азамат жауыздық сірә қылмайды. Шетесізге сөз айтсаң асауаттай тулайды. Өзіңе де абай бол, кездестірме мұндайдай. Сән қылып ешкім екпейді, үйіне әкеп қурайды. Қызың да бір күн кетеді, бой жеткен соң тұрмайды. Сынбаймын деген пиала тасқа да түсе сынбайды. Мезгілі жеткен құмыра құмға да түсе қирайды. Ұяға шықса сұр жылан, құс біткендер шулайды. Естімейді деме саңырау жүрекпен ол да тыңдайды. Әр нәрсенің шегі бар, көп жесең тәтті улайды. Үн шықпайды деме мылғаудан, егіліп ол да жылайды. Залыммен жолдас болсаңыз, кез боларсыз асуғай. Ыңғайлап жүрер мылтығын шүріппесін басуғай. Қиын іс түссе басыңа дайын тұрар қашуғай. Дегенмен болғай ақылды, ырықты берме ашуғай. Үмітіңді ақтамас, сенің де бар масылғай. Судың да бар сұрауы орынсыз жерге шашылмас. Адамның бәрін дос көрме, дұшпаның жүрер қасыңдай. Екі бұлбұл сайрамас бір бұтақтың басындай. Бүгін бар дүние ертең жоқ, тасынба көңіліме, тасынба. Сіздің атыңыз жазып тұр да. Қалдаңыз ана, енді үйді көрсетсізді. Сіздерге келіп қалдық. Айналапайсыз. Жеріміз осы ауылда айтып жүрміз. Имамдарым, жастары, жамаатта жұмыс істеп, ауылда осы арақтың харам екендігін халыққа жеткізіп,
сондай бұл жерде барлығы арақсыз өтеді дейді, харамсыз өтеді дейді, барлығы ешқандай дүкендер арақ сатылмайды деп. Сондықтан сіздің де үлесіңіз бар екен осының ішінде, иә міне. Соған риза болып жатырмыз міне. Сондықтан мына өкіл имамымыз Өскемендегі сізге міне мына алғыс хат жіберген осы құрметті Исалинова Айнұр Жәнібековна дейді, осы шынайы ниетіңізбен асыл дініміз исламның осы құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге, зор қолдауыңызға бізге құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын. Сіздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңіз үлкен көмек болумен қатар басқаларға да үлгі боларлық ғибратты іс деп бағалаймын. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, ұзақ ғұмыр, баянды, бақытты нәсіп етсін. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін деп Өскемен өңірінің өкіл имамы сізге осындай алғыс хат жіберген. Осы кәсібіңізге береке берсін Алла Тағала. Осы не харамды енді кезінде бәрінде болды ғой, мысалы білмеген адамның күнәсін Алла Тағала білмей істесе кешеді дейді ғой. Мысалы кезінде қаншама адамдар осы нәрсемен айналысты, харам нәрсемен білмей істеді мысалы. Енді осы имамдар барлығы осы жеткізгеннен кейін оған түсініп осыған үлес қосып жатыр екенсіз. Сондықтан сізге Алла риза болсын апай. Алла риза болсын. Сондықтан алғыс хатты қабыл алыңыз өкіл имамымызға аттан. Осы жеріне календар осыны алыңыз. Бір ауыз бір тілегіңізді айтып қойыңыз осы ниеттерге. Ал енді мұқым Қазақстан бойынша қарайды. Ораза қабыл болсын. Амин, амин. Рахмет көп-көп. Амин. Енді баршаңызға денсаулық тілеймін. Амин, амин. Тек қана жақсылық болсын. Амин, амин. Сол айтамын. Өскеменде кездескенбіз енді сізден кезігіп енді иншалла сол жерде қалай нәрселер айтылды, иә мешітте, орталық мешітте, Өскемен мешітінде. Сондықтан біз бүгін молдамызға тағы келіп қалдық, міне осы кәсіпкерлерді құттықтап осындай келе жатқан Рамазан айымен құттықтап, және де осындай өкіл имамның осы сізге жазған алғыс хаты бар, міне арақтан ада ауыл деп міне бәріміз қуанып жүрміз, жүрген жерімізде сіздердің ауылдарыңызға айтып, міне кәсіпкерлердің бәрі осыған үлес қосып, міне жылда мүфтидің несі шығады, жаңағы үндеу шығады. Осы Рамазан айында басқа уақыттарда осы харам сатпаңыздар деген бұл мақсаттан бүгін ауылдарыңызға келіп қалдық, міне ағаларымыз, бауырларымыз бар сіздерге. Сондықтан мына өкіл имамның сізге жазған алғыс хатын оқып берейін. Құрметті Асаубаева Арайлым дейді, шынайы ниетіңізбен асыл дініміз исламның құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге, зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын дейді. Сіздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңіз үлкен көмек болумен қатар басқаларға да үлгі боларлық ғибратты іс деп бағалаймын. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін, сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін дейді. Сондықтан Алла риза болсын сізге. Міне осы келе жатқан Рамазан мүбәрәк болсын. Мына Рамазанға қатысты 200 шарт дейді. Мен Мұхаммед пайғамбарымыздың өмір жайына осыны оқыңыз. Кәлемдер. Қасы. Өздеріңізге рахмет. Алла риза болсын сізге. Ал енді рахмет сіздерге елеп енді еске шыққандарыңызға рахмет көп-көп. Енді өздеріңізді келе шыққан Рамазан айының оразасы құтты болсын, бәрімізге тыныштық болсын, тек қана жақсылық болсын өзі. Бәріміздің денсаулығымыз мықты. Рамазанға келесі Рамазанға жете берейік. Рахмет. Бауырларыма да рахмет. Бізді айтпаса бізді кім біледі деп қоямын. Сіздерге рахмет бауырларым. Аман болыңыздар, рахмет. Алла разы болсын, жақсы. Алла берекесін
сәлеметсіздер амансыздар Нелер бауырымыз бүгін міне осы Азадан келді міне қазір мешітімізде міне азамат бауырларымыз имамдарымыз бар және жігеріне бейбіт ағамыз бар міне қарилар келіп жатыр ауылдарыңызға бүгін ауылдарыңызға келіп қалып міне арақтан ада ауыл деп міне осы жүрген жерімізде осы Байтабақ ауылына айтып жүрген жерімізде өте берекелі ауыл деп бұл ауылда ешқандай кәсіпкерлердің бәріне осындай міне алғыс хаттарын беріп өкіл имам алғыс хат беріп сіздерге міне осылай кәсіптеріне береке берсін, осы саудаларға береке берсін деп мен өкіл имамның сіздерге алғыс хатын алып келдім. Сондықтан білесіздер, бұл харам болған жерде ешқандай береке болмайды. Алланың лағнеті жауатын жер харам болған жерге. Сондықтан осыған өз өздеріне ешқандай харам нәрсемен айналыспай осы ниетпен екенсіздер. Сондықтан кәсіптеріңіз Алла берекесін берсін. Сондықтан өскеменде өкіл имамымыз сіздерге бір алғыс хат берген, соны сіздерге оқып берейін. Құрметті осы Ақтаев Дидар Абдуалиевич, шынайы осы ниетімізбен асыл дініміз исламның құндылықтарын насихаттау ісіне барынша үлес қосып келе жатқан ерен еңбегіңізге, зор қолдауыңызға ізгі құрмет білдіре отырып, шын жүректен алғыс айтамын. Біздің дініміздің қызметіне қосқан үлесіңіз үлкен көмек болумен қатар, басқаларға да үлгі боларлық ғибратты істеп бағалаймын. Ұлы жаратушы отбасыңызға жақсылық, зор ғұмыр, баянды бақыт нәсіп етсін. Сауапты әрі салауатты ісіңізге береке берсін дейді. Құрметпен осы Шығыс Қазақстан облысының өкіл имамы Ермек Қажы Мұқатай. Осы кісінің алғыс хатын сіздерге табыс етемін. Алла тағала риза болсын. Кәсіптеріңіз Алла тағала берекесін берсін иншалла. Сөйтіп келіп алғыс хат беріп жатқандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіздің істеріңізге Алла берекетін берсін. Әлі де осы ауылымызда енді басқа да ауылдарға үлгі болатындай істеп жатырмыз енді. Осы басқа да көрші ауылдарға осы эстафетаны жолдаймыз. Сол арақтың, ішімдіктің сатылуына біз қарсы болғандықтан, сол басқа ауылдарға да ішімдік сатпауларын сұраймыз. Рахмет.